Біз Санжар екеуміз қазақтың ұлттық бұйымы сандық жасауды үйренеміз. Алдымен осындай ағаштарды кесіп дайындап аламыз. Содан соң құрастыруға кірісеміз. Сандық халық тұрмысында ерте кезде пайдаланылып келе жатқан ең ежелгі жиһаздың бірі. Көшпенді халық үшін ол өте қолайлы болған. Сандықтың аузына көбінесе ішкі құлып, кейде сыртқы құлып салынады. Сандықты жерге қойғанда түбі дым тартпау үшін оның төрт бұрышына аяқ орнатылады. Сандықтың беті әртүрлі бояумен сырланып өрнектелінеді. Сандықтың екі бүйіріне тұтқа орналастырылады.